1 мамыр ұлы жеңіс күні осыдан 70 жыл бұрын адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыс аяқталған болатын. Бүгінгі ұрпақ аталмыш мерекені барлық салтанатымен атап өтуді дәстүрге айналды. Петропавл тұрғындары да бұл мерекені бейбіт күнге жеткізген аталарымызды ұлықтаудан бастады. Ең алғашқылардың бірі болып, ардагерлерімізді Петропавл тұрғындарын өңір басшысы Ерік Сұлтанов құттықтады. Ұлы Отан соғысы жыл санап тарихтың қойнауына бойлап бара жатса да, оның қаһарлы сызы ешқашан ұмытылмайды. Жеңіс бізге оңай жолмен келген жоқ. Ер азаматтар майданда, әйелдер мен балалар тылда еңбек етті. Олардың әрқайсысы ұлы жеңіс күнін жақындатуға үлес қосты. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Ұлы Отан соғыс ардагері Жүнісов Қасым бүгінде 90 жасқа келді. 17 жасында соғысқа аттанған ол екі бірдей аяғына жарақат алып госпитальге түскен. Соғыстан кейінгі жылдары ұстаздық қызмет етеді. Бүгінде қария 4 баладан 4 немере мен 3 шөбере көріп отыр. Бұл мерекеге 70 жыл болып қалды. Какие эмоции переполняли, когда знали? Мен 42 жылы Какие эмоции тогда переполняли? Қызлар менің қатарына алып для фронта. Ташкентский пулемет училище дейді. Соны бітіріп 40 жылы Курская дуга деген не болды? Соғыс болды сонда. Ең бірінші рет соғысқа қатыстым. 45 жылы Было страшно, было. Забайкальяда сонда жеңіс күнін қарсы алдық. Қала тұрғындары да Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне өз тілектерін арнап жатты. Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы мерекесімен құттықтаймын. Азаматтарымыз бәрі аман болсын, еліміз аман болсын, соғыс болмасын. Чтобы всем жилось хорошо и все были довольны. Поздравляю всех с праздником Победы 9 мая, чтобы никогда не было войны. Всех, кто участвовал в войне, кто участвовал в большом труде, с Днем Победы!